Assalamuалейкум, құрметті оқушылар. Сабаққа дайын болсақ, жаңа әсел сенің сұрағынан бастаймыз. Запись жазылып жатыр. Басқа оқушылар көру үшін, кіре алмаған оқушылар көру үшін. Біз қай жерге тоқтадық? Біз екі осьті сыздық, иә? Мынаны салу үшін, мен мына 2х деген затты салу үшін міндетті түрде кесте сызуым керек болады. Кесте. Өйткені бізде функцияның берілу тәсілдері деген бар. Бірінші аналитикалық түрде, яғни формуламен беріледі, міне мынау сияқты. Екінші кесте сызылады. Үшінші барып график салынады. Түсінікті ғой? X, Мгм. Y. Енді мен X-қа 0-ді берсем, мына жерде менде 2 көбейту 0 болады. Түсініп тұрсың ба? Ол кезде неше шығады? Y-ім 0 шығады. Түсінікті ғой бұл жері? Иә. X-қа 1-ді берсем, 2 көбейту неше болады? 1 болады да, Y-ім неше шығады? 2 шығады. Және минус 1 деген нүкте бере салам. Минус 1-ді берсем, 2 көбейту минус 1 неше болады? Минус 2 болады. Бұған келісесің ғой, иә? Иә. Енді осы нүктелерді мынаның бойына салып шығамын ғой, мынау 0-де 0 деген нүктені мына жерден 0-де 0 мынау. Одан кейін x1. Так, мына жер 1 болса, 2 деген y-тің бойынан міне. Так, 1, 2. Екеуінің қандай жері? Қиылысқан жері. Бір нүкте белгілеп аламын мына жерден. Одан кейін минус 1 дейді. X минус 1 деген мына жақта, иә? Минус 2. Екеуінің қиылысқан жері мына жер. Сөйтемін де бұл үш нүктені алып аламын да не сызып жіберемін? Түзу сызамын ғой. Түсіндің ба? Мына жерден бүйтіп түзу сызамын. Иә. Түзу шығады. Осы түзу мынаның графигі болады ғой, мынаның. Мына 2х дегеннің графигі. Екеуінің разницасы мына қасында сан қосылып тұрмаса, егер де мына 0-де 0 деген ортасынан өтеді. Бүйтіп тұрмай ма? Осының дәл ортасынан өтеді бүйтіп графигім. Ал егер де керісінше қасында бір сан қосылып тұрса, ол 0-де 0-ден өтпейді. Түсіндің ба? Ол бізде мынандай болып кетеді. Мынандай болатын болса, либо бүйтіп қиып өтіп кетеді, либо бүйтіп қиып өтіп кетеді деген сияқты. Не себепті? Өйткені анау x-тің орнына алып барып 0-ді қойып көріңдерші мына жерге. 0-ді қойсам не болады? X-тің орнына 0 қойсам не болады мына жерде? Y-ім не болады? Нөлге тең болады. Жоқ, мына жерде мынаны айтыватырмын мынаны. X-тің орнына 0 десем, А, x тең 0 деп алсам, ол нүктеге 2-нің орнына 0 қоямын ғой. 2 көбейту 0 0 болады. Оған 1-ді қоссам, Y-ім неше болады екен сонда? 1 болады ғой. Осы нүктені салатын болсам, балаларым, ол y-тің бойынан x-і жоқ, яғни y-тің бойынан 1 деген сөз. Яғни менің сызбам қазір мына бір нүктесінен бүйтіп қиып өтіп кетеді деген сөз ғой. Түсіндің ба? Енді қара, бұны неге айттым мен? Функцияларда анықталу облысы dx деп жазған шығарсыңдар. dx ey деп жазған шығарсыңдар, дұрыс па? а, Мынау анықталу облысы. Анықталу облысы. Анықталу облысы. Және мынау ey деп отырған мәндерінің облысы. Мәндерінің облысы. Екеуінің разницасы анықталу облысы x-тің қандай мәндер қабылдайтынына байланысты, а ey деп отырған, яғни мәндерінің облысы y-тің қабылдайтын мәндерін айтады. Мысалы қарашы, мына жерден бізде түзу деген шексіз кете береді, білесіңдер ғой. Мынаның графигі ше, осылай кетіп бара жатыр міне. Шексіздікке кете береді. X-тан қандай сан берсең, бәрібір соған сәйкес келетін y табылады. Сонда естеріңде болсын, тура пропорционалда, сызықтық функцияда анықталу облысы любой сан минус шексіздіктен бастап плюс шексіздікке дейін кез келген санды қабылдай береді. Түсіндіңдер ма? Оның y-і де сондай, x-і да сондай. Енді кейбір функциялар болады. Әсел. Мысалы, кері пропорционал функция деген бар. Ол бізде x дегеніміз неде тұрады? Бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Қазір көрсетемін. Так, y-тен 1 бөлінген x деп қоясайыншы. Вот, осындай есептер болады. Мынау функция бізде кері пропорционал функция деп аталады. Түсіндің ба? Енді қараңдар. Маған анықталу облысын тап десе, балалар,
анықталу облысы тап десе, ол x-тің қабылдайтын мәндері ғой, дұрыс па? Мынаның қабылдайтын мәндері ғой. Мына x-тің қабылдайтын мәндері ғой, олар дұрыс па? Осы x қандай сан бола алмайды? Менде қауіпті нүкте бар ма бұған x-қа? 0 болмайды. 0 бола алмайды. Себебі санды 0-ге бөлуге болмайды маған. Мәселе, мына жерге 0-ді қоя алмаймын. Сондықтан менде анықталу облысы өзгереді уже. Минус шексіздіктен бастап келеді да 0-ге дейін ғана алады. Жай жақша қоямын, бұл қабылдамайды деген сөз. Және ары қарай не істейді? 0-ден бастайды да плюс шексіздікке дейін алады. Сонда мына мағына нені білдіреді? Бүйтіп жатқан сандар жатыр x-тің бойында. Ортасында 0 жатыр. Сәл ашық қылып салдым міне мына жерге. Бүкіл сандарды қабылдап келеді да жауабы. 0-ге келген кезде тоқтап қалады да секіріп өтеді 0-ден. И мына жақтағы любой сандарды қабылдай береді деген сөз. Түсінікті ма? Бұл анықталу облысы деп аталады. Түсіндің ба, Асел? Енді қара. Так. Қазір. Енді EY бізге керек. EY. Енді балалар мына жерден ше? Мына жерден. Y-ті таба аласыңдар ма? Қалай тапсам болады? Мына жерден. Y-ті таба аласыңдар ма мына жерден? X пен Y-тің орнын ауыстырамыз, а? Иә, кәдімгі пропорция ғой, x пен y-тің орнына ауыса салады просто. Сонда бұл жерде x тең 1 бөлінген y болады. Просто орындарын алмастыра салдым. Себебі пропорция мынаның астында неше бар? 1 бар. 1 мен 1 көбейтіледі, y пен x-тің орны алмасады. Сонда қараңдар, тағы да не екен y-гі? Тоже не бола алмайды? 0 бола алмайды. Бұл да дәл солай. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, бірігуі 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. Әсел, бізде өзі санаулы ғана нелер бар. Санаулы ғана функциялар бар. Оның dx-тары мен нелері өзгеретін. Анықталу облысы мен мәндерінің облысы өзгеретін. Ал қалған функциялардың көбісінікі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп кете береді. Енді бұны ұзақ отырып талдау керек. Әсел, жарайды ма? Может, сабақтың соңында тағы бір талдап кетермін. Түсінбесең Ағай. сұраңдар, хорошо? Ау. Функция туралы сөйлесіп жатсақ, можете еще тақ жұп дегенді қалай анықтау керек екенін айтып беріп бе? Сен нешінші сыныпсың дана? 10 ба? Тоже 10-мын, сол функциялардан басым қатып жүр. Все. Тақ жұп ше ең оңай тақырыптардың бірі ше. Тақ жұп деген мысалы, жаңа мынау берілді ғой менде, y тең 2x деген берілді. Дұрыс қой. Мына функция тақ па жұп па соны білу үшін енді ол жерде y деп берілмейді сендерде. Сендерде либо y, либо fx деп беріледі. Дұрыс қой. Енді қараңдар, бұның тақ немесе жұп екенін білу үшін мына x-тің орнына алып барып минус x дегенді қоямыз. Минус x. Сол кезде менде бүйтіп жазамын мен оны. F минус x. Яғни мына жерде тұрған x бар емес па? Осының орнына алып барып нені қоямын? 2 көбейтілген минус x дегенді қоямын. Сол кезде мына жерде минус бар. Минус алдына шығып кетеді ғой, а? Минус не болады? 2x болады. Келісесіңдер ма? Түсініп жатсыңдар ма? Дана? Минус x-ті қойдым просто мына жердегі x-тің орнына. Мына x-тің орнына алып барып минус x-ті қойдым. Енді қараңдар олар. Егер де мен бір функцияның орнына алып барып минус x-ті қойсам, сол кезде минусты алдына шығарған кездегі бұрынғы функциям қайтадан шықса, бұл функция бізде тақ функция деп аталады. Тақ. Ал егер де f минус x дегенді қойған кезде қайтадан өзімнің функциям қайттан өзі шықса, онда ше ол жұп функция деп аталады. Қандай? Жұп функция деп аталады. Оны қазір егер мүлдем басқа зат шығып кетсе, ол тақта жұпта емес деп айтамыз. Түсінікті ма? Мысалы қараңдар. Бізде қазір бір минут мына жерде бірдеңе шығып кетті ғой. Тұра берсінші. Бізде мынандай функция бар, білетін болсыңдар. Y тең
екі икс квадрат дей салайыншы, иә? Бұл квадрат функция білесіңдер ғой, иә? Енді сендерге сұрақ қояды, мына функция тақ па жұп па деп. Осы функцияны білу үшін не істеймін мен? F нені қоямын орнына? Минус x-ті қойып көремін. Дұрыс қой. Сол кезде менде 2 көбейту x-тің орнына алып барып нені қоямын енді? Минус x-ті қоямын да квадраттаймын. Енді сұрақ сендерге. Кез келген санды квадраттаған кезде немесе 4 дәрежелесек, яғни жұп дәрежесі теріс санның әрқашан қандай сан болады бұл? Плюс болып кетеді. Плюс болып кетеді. Яғни мынау менің 2х квадрат болады. Байқадыңдар ма, мен минус х-ті қойып едім. Бастапқы функциям қайтадан өзі шықты ғой. Бұл функция жұп болады екен сондықтан. Түсінікті ма, Дана? Иә, рахмет ағай. Ал Мектепте егерде сұрағанмын ба, түсіне алмадым. а? Оңай тақырып дедіңіз ғой. Иә. Сол түсіндіріп жатқам ғой, мектепте білмеймін дұрыс естімедім ба, түсінбедім. Дұрыс сұрап алу керек еді, жақсы. Егерде тағы бір функция бар бізде. Так, y тең 2х куб дей салайық. Куб дей салайық. Мынау жұп па тақ па біл десе, не істеймін? F минус x дегенді қоямын. Сол кезде 2 көбейтілген минус x-тің кубы болады. Түсіндіңдер ма? Сол кезде кез келген санның тақ дәрежесі, яғни теріс санның тақ дәрежесі 3, 5 деген дәреже болса, міндетті түрде минустан шығады ол жерде. Яғни минус менде қазір мынандай болады ғой, 2 көбейту минус x куб болады. Түсіндіңдер ма? Енді қара, мына минусты мен не істеп жіберемін? Алдына шығарып жіберемін, минус 2х куб деп. Енді қараңдар, мынандай функция шықты, бастапқы функцияма қараймын. Екеуі бірдей, тек қана не екен? Алдында минусы бар. Егер минусы бар шықса, бұл функция қандай функция? Тақ функция деп аталады екен ғой. Түсіндің ба? Иә, рахмет ағай. Асел, сен түсіндің ба? Иә, осындай ғана жеңіл тақырыптардың бірі. Енді мынандай болып қалуы да мүмкін, бірақ y тең так 2х квадрат дей салайық, плюс x дей салайық. Осындай болсын. Сол кезде қараңдар, мен мынау тақ па жұп па маған зертте дейді ғой. Зерттейтін кезде дәл солай не істеймін? F минус x-ті қоямын. Сол кезде бұл не болады? 2 минус x-тің квадраты қосылған минус x болады. Түсіндіңдер ғой, x-тің орнына алып барып, просто минус x-ті қойып жатырмын. Сол кезде мынау не болатын еді? Плюс болып кетеді, иә? X квадрат болып. Мына жердегі плюс пен минус менде не болады? Минус x-ті береді. Енді функцияны қараймын. Берілген функцияны. Бастапқыға ұқсай ма? Ұқсамайды. Иә? Ұқсамайды ғой, мына жерде минус тұр. Онда мен бүйтіп ойлаймын. Онда может ол тақ функция шығар, алдына минусты шығарсам қайтадан шығады деп. Минусты шығарып көремін, тексеріп. Минусты шығарсам, мынаның бәрі қарама-қарсы таңбаға өзгеріп кетеді балалар. 2х квадрат болып тұр ма, ол минус 2х квадрат болады. Сосын мына ортасы не болады? Плюс x болады. Енді қарайым, жақшаның ішіндегі өрнек, мына тұрған жақшаның ішіндегі өрнек, осы өрнек мен функциямды қайтадан берді ма өзін? Берген жоқ қой, иә? Онда қараңдар, мынау тақ та емес, тақ та жұп та емес болады. Жұп та емес. Түсінікті ма? Жан Асел. Түсінікті. Жарайды енді. 10-шы сыныптағы оқитындар бар ма осы жерде? Бар ма тағы да? Бір қарап алайын. Ердәулет, бірінші рет қосылып отырсың ба? Иә.
Бүгін бірінші рет сабаққа қатысып жатсың, иә? Бізде мынандай сұрақ болған, 10 сыныптың оқушыларынан тақ жұп функцияны қалай анықтаймыз деген сұрақ болған. Мен сол функцияларды түсіндіріп жатырмын. Бүгінгі тақырып басқаша вообще негізі. Қазір оны өтеміз. Хорошо? Ага. Иә. Енді осындай сұрақтарды қойып тұрсыңдар болады, бірақ енді алдын ала қойсаңдар мүлде жақсы болып кетеді. Сабаққа бір жарты сағат қалған кезде. Себебі мен, может, андай презентациялар болса, сендерге нақты түсіндіріп бере алатынмын. Хорошо? Бүйтіп жазып та түсіндіріп бере аламын. Проблема жоқ. Бірақ ертерек мысал есептермен дайындап қояр едім дегенім ғой. Осы жерде наугад бүйтіп есеп құрастырып отқаннан дайын есептерді құрастырып дайындап қоятын едім. Ердәулет, таңдаупен қандай? Tamam. Кешірім сұраймын. Инфомат? Yani. Жақсы. Математика қалай, жақсы ма? Басынан бастау керек па? Математика болады. Жоқ, нормально. Нормально ма? Жақсы. Енді бүгінгі сабақ саған қызық емес болуы мүмкін, өйткені біз 5-ші сыныптан бастап өтіп келе жатырмыз. Бүгін 6-шы сыныптың негізгі тақырыптарының біреуі, жазып қойсаңдар болады, пропорция деген тақырыпты өтеміз. Бірақ енді пропорцияның өзінің екі түрі бар, білесіңдер. Есептер көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр ма? Может, сәл үлкейтсем де. Көрініп тұр. Жақсы. Енді қараңдар, бізде пропорция деген тақырып. Пропорция деген тақырыпта пропорцияның жалпы екі түрі бар. Жазып қойсайшы мына жерге пропорция деп. Пропорция. Пропорция дегеніміз екі қатынастың теңдігі. Яғни мынандай болатын болса, А бөлінген Б тең болса С бөлінген Д-ға. Бұл дегеніміз пропорция уже. Қатынас деп отырған мына бөлу. Түсінікті ғой, бөлшек сызығы. Пропорцияның өзінің екі түрі бар. Бірінші түрі тура пропорционал, тура пропорция. Тура. Екіншісі кері. Екі түрін қазір түсіндіремін. Осы біздер енді көбінесе осы екеуінен шатасып кетіп, басқасын белгілеп жатады. Мысалы, мына жерде егер матаның 0,8 матаның дейді. Мен жазып аламын мына жерге 0,8 метр матаның құны 54 теңге болса. 54 теңге болса. Маған айтады, дәл сондай 4 метр матаның құны қанша болады дейді. 4 метр матаның құны X теңге. Теңгенің астына теңгені, метрдің астына метр жаздым. Әр өрнек өзінің астында тұру керек. Енді қараңдар, менде байқап қарасаңдар не өсті? Метр саны өсті ғой, иә? Қай жаққа мен қараңдар. Мен қай жаққа қарай өсті, сол жаққа қарай не қоямын? Стрелка қоямын. Менде 4 метр болып өсті ғой бағасы. Өсті. Енді мен түсінуім керек қой, бұл жерде бағасы да өсіп кетеді ғой, дұрыс па? Өйткені көбірек метр аламын ғой. Мынау қазір табатын бағам мынаған қарағанда үлкенірек болады, мен логически ойланамын. Егер де осы біздің салып жатқан стрелкамыз бір бағытта болса, ол тура пропорционал деп аталады екен. Түсінікті ма? Тура пропорционалды біз ешқандай өзгертусіз бұрын нені пропорцияны қалай шығарып жүрдік, дәл солай шығара береміз. Мысалы, мына жерде менде x тең деп жазамын. Тең болады, бөлшек сызығын ашам. Бөлшектің астына, яғни бөліміне мынау x-ке қарсы жатқан затты жазамын. Ол 0,8. Одан кейін істеймін, үстіне мен не істеймін, яғни алымына 54 пен көбейтемін 4-ті. Түсінікті шығар. Ары қарай қалай шығаратынымыз. Тез есептей салыңдар. Жарайды. Мынау 0,8 болып тұра берсін. 54-ті 4-ке көбейтсек қанша? 216 ғой. 216, иә? Енді егер де осыны бөле алмай жатсаңдар, мына ондық бөлшекті 10-ға көбейте салыңдар. Неге? Үтірден кейін бір сан бар ғой. Оны жойып тастайды оны. Егер де астын 10-ға көбейттім, міндетті түрде ешқандай өзгертпей үстін де 10-ға көбейтуім керек. Сонда менде мына жері менің 8-ді береді. Мына жағы менің 2160 дегенде береді. Яғни 2160-ты 8-ге бөлсем неше шығады екен? 270. Қанша? 270. 270.
Мындай шыға ма екен? 270. 270 теңге шығады екен. Түсінікті ма мынау тура пропорционал деген? Иә. Иә. Енді кейбір есептер болады. Мен мынаны әзірге бүйтіп кішірейтіп тастай қояйын, керек емес маған. Кейбір есептер болады. Кейбір есептер бізде мынандай болады. Көрініп тұр иә? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Кейбір есептер болады бізде. Так. Керек сәл бері қоя берейік. Мысалы міне А есебін қарадық. 3 кранның көмегімен дейді. Мен басқа сөйтпен жазайын оны. Қарамен жаза берейінші. Мына есеп. А есебі 3 кранның көмегімен жүкті 10 сағатта түсіруге болады дейді. 3 кран 10 сағат дейді ғой. 3 кран 10 сағат дейді. Енді қараңдар, осы жүкті 5 кран дейді. Кранның астына кранды жазам. Осы жүкті 5 кран қанша уақытта не істейді дейді? Түсіреді дейді. Енді мынандай сұрақ. Менде кранның саны көбейді ғой, иә? Иә. Кранның саны көбейді. Енді сұрақ, 5 кран тезірек жасайды ма жұмысты? 3 кран тезірек жасайды ма? 5 кран тезірек жасайды ғой, иә? Онда ше, уақыт не істейді? Мынаның уақыты көбірек болады. Мынаның уақыты азырақ болады керісінше. Түсінікті ғой? Сондықтан стрелка жоғары қарады. Байқап қарасыңдар, менің стрелкам қайда не болып қалды? Қарама-қарсы кетіп қалды. Сол кезде менде кері пропорционал деген ұғым пайда болады екен. Түсіндіңдер ма? Ал оны шығару үшін біздер мына элементтерді орындарын алмастыра салсақ жеткілікті. Так, мына ұсталайын. Мына элементтердің орындарын алмастыра салсақ жеткілікті. Сонда менде орын алмасқан кезде не болады қазір? 5 кран. 5 кран. 5 кран. 10 сағат деген түстерде орындарын просто алмастырып мына екеуін. Және 3 кран X сағат деген болады. Осы жерге дейін сұрақтар бар ма оқушылар? Просто не істедім? Мына екеуінің орындарын алмастырып тастадым. Енді алмастырғаннан кейін бұрынғы тура пропорционал сияқты шығара беремін. X тең X-ның бөліміне не түседі? X-ке қанша шаққан ол 5, иә? 5. Жоғары жағына 3 көбейтілген 10. Мына екеуі қысқарады мына жерден 1, мына жерге 2 тең болады 6 сағат. Демек, 5 кран ол жұмысты 6 сағатта жасайды екен балалар. Түсінікті ма екеуінің разницасы? Иә. Мынандай есеп сияқты болып тұр ғой, қараңдар. 4 оқушы. Мына жоғарысындағысын өшіре берсем қалай қарайсыңдар мынаны? Жазып алған шығарсыңдар, иә? Иә, әдемі қараймыз. 4 оқушы дейді. Оқушы бір пицца алған ғой үшін. Пицца алған. 4 оқушы пиццаны айтайық бір 10 минутта жеп қояды дейікші. Сәл ойдан есеп құрастырылған есеп болып тұрғаннан кейін 10 минутта жеп қояды. Ал 8 оқушы сол пиццаны неше минутта жеп қояды деген есеп қой. Енді өздері қараңдар. Тоға көбейтіп 8-ге бөлеміз бе? Енді қараңдар. Мынандай нәрсе ғой. Мына оқушылардың саны көбейді ғой, дұрыс па? Пицца сол бәрібір бір пицца. Яғни 8 оқушы сол бір пиццаны жейтін болса, тезірек жеп қоймай ма, иә? Ана төртеуіне қарағанда. Сондықтан менде мынаның уақыт көбірек болады. Алғашқы уақыт. Уже кері пропорционал болып қалды. Байқадыңдар ма? Кері пропорционал болып қалды. Кері болатын болса не деп жазамын? Мына екеуінің орнын ауыстыра саламын. Сол кезде не болады менде? 8 сызықша 10, 4 сызықша x. X тең болады. Нешеге бөлем?
Сегізге. 8-ге бөлем, 4 пен онда көбейтеміз. Онда шығады Көбейтеміз. 5 шығады. Мынаны 5 көбейтсек, Ой, 5. 48-ге бөлсек 5. Яғни 5 минутта 8 оқушы жеп қоя салады екен олар. Асел түсінікті ма? Қазір енді есеп шығару барысында көреміз. Сол есеп шығару барысында ажырата алсаңдар болды, главное. Жарайды ма? Мынаны өшіре берейін. Ары қарай есептер шығарайық біздер. Бұл енді осы кері мен тура пропорционалды ажырата алсаңдар болды балалар. Қалған пропорциялы есептерді өздеріңіз шығара бересіңдер. Математика таңдап отқандарың болатын болса, ол енді пропорциямен шығаратын есептер кездеседі міндетті түрде. Пробныйларда кездесіп қалса да, ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесіп қалса да, міндетті түрде жолығады бұл есептер. Түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір енді есептерге мән берейік. Мынау тұрған есеп 4-тің б-сын шығарамыз. 4-тің б-сын шығарамыз. Төрттің б-сын шығарып көрейік. 3 сылақшы, бүйтейікші. Мынау сендерге кішкентай болып көрініп тұр ау осы. Біраз үлкейтейік мұны. Енді жақсы 6 көрініп шыға ма ағай? Қанша? 6. 6? Аха. Көрейік енді. Кері ма, тура ма? Тура. 3 сылақшы 4 сағатта бітіреді дейді ғой, бүкіл 4 сағатта. Ал 2 сылақшы X сағат. Асел, Дана, мына есеп тура бола ма, кері бола ма? Тура болады. Тура. Сылақшының саны не істеді? Қай жақта көп, үстінде көп па, астында көп па? Азайды. Үстінде көп, иә? Үстінде. Мына жақта көп. Енді сылақшының саны азаятын болса, онда яғни ұзағырақ жасайды ғой аналарға қарағанда, дұрыс па? Онда не болып қалды мына, қарасаңдаршы. Кері болып қалды ғой. Сағат болды. Кері болып қалды. Орындарын алмастырамын демек. 2, 4, 3, X болады. Сонда мынау 3 пен 12, 3 пен 4-ті көбейтемін де не істеймін? 2-ге бөлемін. Сонда шығады 6 сағат шығады екен. Түсінікті ма балалар? Жақсы. Иә. Тура емес, бұл кері. Иә. Хорошо? Иә. Шығардыңдар деген ойдамын. Жазып ала қоямыз. Келесі С есебі. Барлық тас қалауды 4 тас қалаушы 15 күнде жасайды. Бұл тасты 3 тас қалаушы неше күнде бітіреді дейді. Осы есепті шығарып жіберейік тез-тез. Қайдеге орын алмастырып жүресіз оны? Понятно есіме алды. Қалай? Неге орындарын алмастырып жүрдік, егер ол тура болса? Қайсы тура болса? Мынау тура емес қой. Стрелканы қарасай, біреу жоғары қарап тұр, екіншісі төмен қарап тұр ғой. Бұл кері ғой. Сөйтсем. Екеуінің стрелкасы екі жаққа қараса, ол кері. Егер кері болса, біз стрелканы бірдей қылу үшін амал жоқ, мына екеуінің орнын алмастыра саламыз болды. Келесі кері ме екен, әлде тура ма екен? Кері ма? Кері ма, әлде қалай? Кері ғой деймін. Кері ағай. Кері болады, дұрыс айтасыңдар. Так, оны қайдан білдік? С-сын шығарып жатырық па біз? Иә? 4 тас қалаушы дейді. 4 адам ғой, иә? 4 адам дей берейікші. 4 адам. 4 адам бір жұмыста 15 күн жасайды дейді ғой. 15 күнде жасайды. 15 күн. Сұрақ қойып тұр маған. 3 тас қалаушы, яғни 3 адам. 3 адам X күн. Енді қараңдар. Бізде мынандай нәрсе болу керек. 4 адам дейді, яғни қайсысы үлкен, сол жаққа қарай стрелка қойдым. 4 үлкен ғой. Енді қараңдар, 3 адам қалды да, ол кезде ұзағырақ жасайды ғой, иә?
Сұрақты түсіндік па? Тез осы бойынша енді жауабын айта салыңдар. Биз жиырма иә 20 болот экен 20. Дауысым естіліп тұр ма? Иә естіп Кеше микрофонды басып қойған екенмін ғой. Микрофонды басып қойыппын ғой. Кері болғандықтан міндетті түрде не істеймін енді орындарын алмастырып тастаймын, иә? Oradan алмастырамыз. 3, 15, 4, x болады, иә? Енді x тең нешеге бөлем? Үшке. 3-ке бөлем. Жоғары жақтарын 4 көбейтілген 15 деп жазамын, иә? 15 пен 3 не істейді қазір? Қысқара салады. 1, 5 тең болады. 20. 20 күнде бітіреді екен. Дана түсінікті ма? Иә, түсінікті. Өте жақсы. Енді көшіре берсем қалай? Иә өшіреміз. Келесі диді шығарамыз. Д нұсқасын шығарамыз қазір. Д нұсқасы 2 бірдей құбыр арқылы 6 сағатта су толады дейді ғой. Бассейн тұр, екі жағынан су құйып қойған. 2 бірдей құбыр дейікші, 2 құбыр деп қойсайықшы, 2 қ деп, иә? 2 құбырдан 6 сағатта толады дейді. Сөйткенде 3 құбыр жүргізген. А? Олар енді қарашы, 2 құбырмен 6 сағат, иә? 2 шлангымен су жіберген ғой. Сол кезде 6 сағат дейді. Енді қараңдар, 3 шланг жіберсе 6 сағаттан көп бола ма, әлде аз бола ма? Болады. Азаяды деген. Азаяды ғой керісінше. Азайып қалады. Мына жағы не істейді? Мына жағы мынандай болады. Мына жағы мынандай болады. Демек бұл не болып қалады? Кері пропорционал болып қалады, иә? Сонда орында мынаны не істеуім керек тағы да? Алмастыруым керек. 3, 6, 2, x. X тең сразу жауабын айтайық. 4 шықты ма? Солай ма? Осы бойынша шығарып жіберіңдер енді. Мен қазір сендердің списоктарыңды бір түгендеп ала салайын. Оған дейін сендерге Е нұсқасын тапсырма ретінде бердім. Жақсы? Все. Так. Болды, белгілеп алдым. Так, не істедік? Шықты ма есебіміз?
Алты çıktı mı? Altı. Алты. Қанша шықты? Altı. Қай нұсқасын беріп едім мен? Е ма? Иә, иесін. Жақсы, е нұсқасы болса көрейік қана. Арнұр, сенде қанша шықты? Altı. Жақсы, Ердәулет, Altı. бәріңде 6 шықты ма? Дұрыс жауап Иә. бермей жатсыңдар онда. Evet. Үш оқушы уборка жасап жатыр екен, иә? Үш оқушы 4 сағатта дейді. 4 сағатта. Екі оқушы 2 сағатта. Дұрыс жаздым ба? Иә, Дұрыс иә. жаздым ба? Неге? Екі оқушы, үш оқушының астында тұр. Молодец, Дана, молодец. Яғни сәйкес элементтер бір-бірінің астына жазылу керек. Оқушы болса оқушының астына жазылады. Сағат болса сағаттың астына жазылады деген сияқты. Енді барып түсінікті шығар, мынау кері пропорционал болған шығар сендерде, иә? Кері Иә. пропорционал болды ма? Сонда 2 мен 3-тің орнын алмастырдыңдар. 2-ге 4 келді, 3-ге x келді. Сол кезде не болады? Мирас, түсініп жатсың ба? Иә, түсінеді, қарап отыр. Сонда x тең болады 3 көбейтілген 4 бөлінген 2. Ол деп отырғаным 6-ға тең екен. Жарайсыңдар оқушылар. Түсінікті болса болды. Так, енді ені шығардық қой біз қазір. Тез енді f, g, h және i-ды шығарып тастасақ тез. Осы тапсырмаларды тездетіп шығарып. Ертерек, басқаларынан ертерек шығарып жатсыңдар, маған қарай жіберсеңдер болады, мен қарап беремін. Жарайды ма? G, H, I. Алматы, саған қалай, түсінікті болып жатыр ма, нормально ма? Алматы, естіліп тұр ма дауысым? Алматы жоқ, иә? G шыққандар бар ма? G шыққандар бар ма? Төрт шыға ма? 4? 80 Төрт км сағат. сағат, 3 сағатта дейді ол. 3 сағатпен жүріп отыр екен. 60 км сағат. 60 км сағат x дейді. Енді түсінікті ғой, мынау бізде 80 км сағат үлкенірек. Енді 60-пен жүрсе, Екі. не істейді ол? Ұзақ жүреді ғой, 80-мен жүргенге қарағанда. Сонда мынандай болады. Орындарын алмастырамыз. Жауап 4 болады, дұрыс айтасыңдар. 60-ға 3 сәйкес келеді. 80-ге x сәйкес келеді. X тең 80 мен 3-ті көбейтеміз де 60-ға бөледі екенбіз. Сонда жауабы 4 болады. Жақсы, өте жақсы, Арнұр. Ашты, так, 6 болады жауабы, ал ең соңғы тапсырмада 8 болады. Сен шығарып жаздың ба әлде калькулятормен Жоқ, шығарсаң ауызша болады? былай, ауызша шығаратын, ауызша. Жазып шығарамыз. Айтады ба, қатыса Иә, кішкене. жазып шығарамыз міндетті түрде. Бола ма, аш? Қанша? 6 бола ма, аш?
Аш па? Так. 8 сағат жүрді, Не 80 ағай грамм менде де солай жүгіріппін. шықты. Былай болады да. 6 болады жауабы. 6 сағат болады, дұрыс айтасыңдар. Әсел сенде қалай шығып жатыр? Ердәулет, ай шықты ма? Мен қазір шығарып отырмын ғой. Ага. 8 шығады ағай айда. 8 шыға ма? 8 шығады екен ағай. Келсем, 8 шықты. 8 күн. Әсел шығара алдық па? Даусын естілмей жатыр. Дана қалай шығып жатыр ма? Даусын естілмейді тоже. Иә, 8 күн жүр. Тоже сол шықты. Өшіре берсем болады ғой. Иә. Жақсы. Қалай балар, бұл шығарған есептеріміз түсінікті болған сияқты, иә? Иә. Иә, түсінікті. Онда ше келесі есепті аша берейін. 0253 кім? Мен арнормын. Арнұр ма? Жақсы. Маған жіберіп жатсың ғой, иә? Мен қазір қарап беремін. Жарайды ма? Келсе. Енді мына есеп бағана жазып қойған мына есебімізді ашып қоя салайық. Басы. Сен былайырақ алайық, өйткені азықтан басымызды көрмей алады. Ауданы 16 метр квадрат еденді бояу үшін дейді. 16 метр квадрат, иә? 16 метр квадрат еденді бояу үшін 3,2 килограмм бояу кетті дейді. Енді айтады, 12 метр квадратын ғана бояу керек болса ше дейді. Қанша килограмм кетеді дейді. Қараңдар, не азайды ма? Квадрат метр азайды ғой. Енді қараңызшы, 12 квадратқа 16-ға қарағанда аз кете ме, көп кете ме? Сұрақ түсініксіз болып қалды ма? Азырақ кетеді ғой. Азырақ кетеді, дұрыс айтасыңдар, аз кетеді 12-ке. Яғни не болып қалды менде? Прямой болды, иә? Екеуі де бірдей болды. Демек бұл тура ма, кері ма? Тура. Тура болатын болса, сол бұрынғыдай өзіміз шығаратындай шығара береміз. X-ке қарсы жатқан 16 астына түседі бөліміне. Қалған екеуін істей саламыз, 12 мен 3,2-ны көбейтіп жаза саламыз. Бір қызық бір идея келіп тұр. Мен астында үстінде неге 10-ға көбейтіп жіберейін, иә? Разница жоқ, егер де екеуіне бірдей оператор жасасақ бола береді. Мына жерде менде 160 болады, иә? Үстіңгі жағында 12 көбейту, 3,2-ны 10-ға көбейтсем, менде 32 шығады. 32 болады. Екеуін де нешеге бөле салайын? 6-ға. 16-ға бөле салайын, 16-ға. 16-ға. 32-ні 16-ға бөлсем 2 шығады, мынаны 16-ға бөлсем 100 шығады. 32-ге бөлінеді екен ғой. Ойбай, дұрыс айтасың. Кім? 10 шығады. Қатты кетіп қалдым ғой деймін, иә? 10 шығады. 10 шығады. Так, ары қарай түсінікті шығар енді, иә? 10 мен 2-ні қысқарта салайық, иә, тағы да. Мына жерде 1 болады, мына жақта 5 болады. 12-ні 5-ке бөлемін, демек неше шығады? 12-ден 5, так. 2,4. 2,4 болады деген сөз. Түсінікті шығар, иә? Түсінікті. Кеттік онда. Келесі есебін шығарайық. Енді жазып алған шығарсыңдар деп ойлаймын. Өшірейін деп жатқан жоқпын, бірақ сонда жалпы айтып жатқаным. Екі John Deere дейді, иә? Комбайны біраз уақыт бірге жұмыс істеді дейді. 32 гектар өнім жинады дейді.
екі деп тұр екен ғой. Бәсе, не деп қоям? Екі комбайн ғой, иә? К деп қойсайық. 32 гектар дейді ғой. 32 гектар жасапты. Және алтауы дейді. Қанша гектар жасайды деп тұр ғой, иә? Енді сан көбейді ма бізде? Иә. Көбейді. Енді алты комбайн болса көбірек жасай ма? Екі комбайн болса көбірек жасай ма? Комбайн болса тура болады Алтау ғой. ғой. Тура болады сонда, дұрыс айтасыңдар. Сонда бұрынғыдай өзіміздің есеп сияқты шыға береді. X тең. X-тің бөліміне не түседі дана? 2. 2 түседі. Жоғары жағына 6 көбейтілген 32 бола салады. 2 мен 6 қысқарта салайық. Мұнда 1, мұнда 3 болады. Тең болады 96 гектар болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ, иә? Онда ше D-ны және E-ні маған қазір дәптерлеріңе шығарасыңдар, маған жібересіңдер. Келістік па? Е, Үшеу берейін Д да, мен ені ме? D, E, F-ті берейін. Үш есепті. Келістік қой, иә? Әсел, сен түсініп жатырсың ба? Че-то дауысың естілмей жатыр сенің. Жақсы. Мирас, сен де түсініп жатқан шығарсың, иә? Жақсы. Ағайын, Б есебінде қалдықпен шығу керек па? Жауабы. Қай есепте? Д-да, Д. Д-да? Так. 4 метр бидайдың салмағы мынандай. 6 метр куб және 11 метр куб қара бидайдың салмағы. 6-ны бөлек есептейсіңдер, 11-ді бөлек есептейсіңдер. Дұрыс қой? Ше. Саған ағай қалдықпен шықты. Жарайды, қалдық болса Қалдықсыз қалдық, шығу керек қалдық па? емес, андай жай бөлшек түрінде келтірсеңдер болды ғой. Мысалы, қандай шығып тұр сендерде? 1846,666 деп кете береді. Нешеден неше деген сияқты шығып тұр. Біріншісінде алтысында 1,8 тонна. Қалай болып кетті ол? 4 метр куб, иә? 4 метр кубта 2-де 8 тонна, иә? Тонна. Потом 6 метр 6 кубта метр кубтан куб. қанша тонна? Тура ғой, иә? Тура шығып тұрған шығар. X тең болады. 4-ке Тура бөлейін. ма? 6 көбейтілген 2,8. 2,8 бен 4 қысқарады. 2-ке бөлеміз, иә? 2-ке бөлсек, мына жерде 2 қалады. Мына жерде 1,4 қалады. Келісесіңдер ма? Одан кейін 6 мен 2-ні қысқарта саламыз. Мына жерге 1, мына жерге 3. Тең болады.
қырық екі төрт бүтін оннан екі шығады екен ғой. Все, түсіндім. Мен мына екі бүтін оннан сегіз дегенді кәдімгідей 2800 деп алып отырмын ғой. Тоннаны айналдырдыңдар ма, ойбай-ай. Үлкен сандарды көбейтіп бөлу қиын болып кетеді балалар. Сондықтан либо жай бөлшектерінде ала беріңдер. Болмай жатса ондық бөлшектерінде алыңдар. Енді оны түсінбеймін деп жатсаңдар, амал жоқ, немен шығара берсіңдер болады. Жаңағыдай айналдырып. Жібергендер бар ма маған? Вот, келді маған. Кім жіберді? 46-45. Ердәулет па? Иә. Жақсы, қазір тексеріп көре салайын. Д дейді ғой. Тек Д-ны ғана жібердің ба, Ердәулет? Д, Е, Ф-ті жіберу керек. Қазір шығарам. Жақсы, есебің дұрыс. Ердәулет. Екеуі дұрыс. 75-48 кім ол? Мен ағай. Алмат па? Жақсы, дұрыс есебің. Е шыққандар бар ма? Шығады. Тазаға шығып отыр. Жақсы, күтемін. Сізде есепті жібердім. Жақсы, келді. Қараймын қазір. Ердәулет қой, Мен емес ағай. Жоқ, Арнұрмын ағай. Арнұр ма? Жақсы, өте жақсы Арнұр. Арнұр, сенің Е есебің қате. Және F есебің қате. Екеуі де қате болып шықты ма? Екеуі де қате. Себебі анау сұрақ белгісі тұр ғой, сен сұрақ белгісі қойып қойыпсың ғой, соның орнына X-ті қойшы. Жақсы ма? X-ті қойған кезде X-ке қарсы жататын, яғни мына қарашы мына жерде. X-ке мына жерде тақтада бізде қарсы жатқан 4 қой. Біз соған бөлдік, астына жаздық. Все, қазір ағай жөндеймін. Басқаларынан кем ет что-то. Әсел, Дана, Мирас. Маған тек F-ті шығаруға болады. Мен қазір асықпай шығарып отырмын бәрін жіберіп. Жібердім ағай. 148-ден келді. Бұл бізде Алматы. Алматы. Неме екен не? Кері ме екен? Елеміз бе? Білмеймін. 16 сағат қарағанда 16 сағатта 19.500 тапса
8 сағатта азырақ табады ғой. Saat 8 saat içinde. Е? Ya şu 9300 euro. 16'da Anao 19.500 ысытсаң жатса, ысытсаң қате. бәсе, Мгм. анау нең стрелкаң қате болып кеткен ғой. Ya 8 tamam сағатта қате. x Ысытсаң табады өлтір. дейді. 9250 теңге. Аха. Дұрыс енді келісемін. 8 метр болады бізде. Так. Аха. Мынандай тұрады. Мынау қанша тұрады? 9920 теңге. теңге тұрады дейді. Келісем. Жақсы, бұл бізде Алматы ғой, иә? Olmaz. Ya ya. Алматы, жарайсың. мұғаліммен Ағай жібердім. жөнді жібердім. 02, так. Бізде жіберген, Мен арыңыр. сосын Мен Әсел ма? Әсел ма? Әсел. Иә. Әсел. Есебің басқаша шықты. F есебің дұрыс жауап. 16-ға бөлдің 8. Анау жерде 1-0 артық жазып қойғансың ғой деймін. Әсел? Е есебінде ше 195 мың болып кетті сенікі. 19.500. Ой, Анау F есебің дұрыс жауабы дұрыс. Одан кейін бізде сенің что-то суретін ашпай тұр ғой. ау. Жоқ, сенікі емес. Оның алдында кім жібердім деді? Арнұр сен ғой, иә? Иә, мен жібердім. Сен что-то суретін ашпай тұр. Неге? Қаз. Қазір көрейінші, қайтадан жіберіп көрші. Қаз қайтадан жүр. 46-45. Мен ағай. Аха. 9750 дұрыс. 9920 дұрыс. Молодец, жақсы. Өте жақсы. Ағай енді келдің бе? Иә, келді, маған келді. жіберші. Енді ашты. 9750, 9920. Молодец, Арнұр, жақсы. Түсінікті болды ау деймін, иә? Рахмет. Екеуінің Иә, иә, разницасын түсінікті. түсіне алдыңдар ма? Мен екі есепті әдейі жеке-жеке алып отырмын. Себебі екеуінің несінің айырмашылығын түсінсін деп. Мына жерде өшіре берсем қалай қарайсыңдар? Иә, өшіріп Өшіре тастай берейін. салайын сразу. Енді мына жерде тағы бір есеп, жоспар бойынша ана жерге бір есеп алып қойыппын. Сол есепті көрейік. Енді ажырату қиын болады ау бізге. Өйткені аралас есептер келеді бұл жерде. Екі жұмысшы бірдей уақытта 19 бұйым жасайды дейді. Осындай есептер көбінесе уақытқа байланысты есептер көбінесе не болады? Кері болады. Көрейік та. Екі жұмысшы, екі адам дей берейікші, иә. 133 бұйым жасайды дейді. Ой, 19 екен ғой, иә? Бәсе, қате болып кетті. 19 бұйым жасайды. Одан кейін 133 бұйымды дейді. Бұйымның астына бұйым жазам, иә? Иә. Бұйымды бірдей уақытта жасау үшін қанша жұмысшы керек болады дейді. X адам дейді. Енді адам саны түсінікті шығар не екені. Енді 133 сол уақытта деп тұр ғой. Осы уақытта жасау үшін 133 бұйымды қанша адам керек деп тұр. Яғни түсінікті ғой, 133 бұйымды екі адамнан көбірек адам жасау керек екен, иә? Дәл солай мыналарда не істеді? Мынада стрелкасы сәйкес келіп тұр. Демек, тура деген сөз ғой, дұрыс па? Демек, x тең болады. Бөлшек сызығының астына не түседі? Арнұр, то есть. Ау, Бөлшек сызығының астына не түседі? 19 түседі. 19 түседі, молодец. Жоғары жағына 2 мен 133-ті 130. көбейте саламыз.
Кыскарта салыңдар. Ал Есеп шығара салыңдар тез. Қанша? 14. 14 шығады екен. Иә, мына екеуін қысқартсақ біздер 7 болады. 7 мен 2-ні көбейтеміз, 14 адам. 14 адам керек екен балалар. Түсінікті шығар, Иә, түсінікті. Иә, түсінікті. Жақсы. Так. Мына есепті беріп көрейін. Е есебін. Қазірге мына есепті беріп көрейін. F-ті. Енді G-ді көрейік тағы. 9 сағатта комбайн 0,7 гектар аумақты қамтиды дейді. 9 сағатта 0,7 гектарды қамтиды. 3,5 гектарды қамту үшін қанша уақыт кетеді? Түсінікті сияқты бұл. Бұл не болады? Өшеді. Тура Тура ғой. бола ма? Иә, иә. Тура болды, жақсы болды. Әсел, Алмат, Дана, Арнұр және Мирас бар еді, Мирас шығып кетті ғой. Осылар маған үй тапсырмаларын фотоға түсіріп маған жіберсеңдер қазір. Қайсысын алатын ба? Жоқ, алдыңғы үй тапсырмасы. Ол матсауаттылықтан емес па? Матсауаттылық болды. Мен сол күні бірінші рет келдім, оған дейін болмаған. Все, хорошо. Әсел, Алмат, Арнұр. Хорошо. Алдында Все, аға, есеп ертең сұрады да, жіберемін, соларды обязательно. жібере салыңдар, жарайды ма? Все, аға, Енді жіберем. балалар, алдағы уақытта міндетті түрде үй тапсырмаларын жіберіп отырасыңдар. Алғашқы бір 5-10 минутты үй тапсырмасына арнаймын. Маған жібересіңдер. Сонда Хорошо. тексеремін де сразу өзіме белгілеп алып отырамын. Себебі нәтиже үшін Жақсы. міндетті түрде жасауымыз керек, жұмыс жасауымыз керек көбірек. Хорошо? Хорошо. Жақсы. Мынаны тез есептей салыңдар. Ағай, Бұл ертең қанша? жүре аламын. Ертең жүре аламын, потому что информатикаға тапсырмасы орындау керек. Жаңа айттым ғой. Енді осы сабақтан бастап келесі, енді бүгін емес қой. Бүгін қазір мен тапсырма беремін. Бізде қашан болады сабақ? Суббота. Суббота бола ма? Сол субботаға дейін, сол сабақ боламын деген күнге дейін нені бітіріп беріңдер маған, үй тапсырмаларын. Жарайды ма? Көбірек қылып беремін міндетті түрде. Хорошо. Иә, ертең жүріп тастаймын бәрін. Әсел, ессіз қоя. Неше шығады? 1-45 деп жаза берейін ба жауабын? Бір шығады, ағай. 3,5 пен 2 қысқарады ғой? 0,7. 1 мынаған 5-тен, иә? 5. 2,45 сағат дейін. Түсінікті шығар, иә? F-ті, G-ді тез орындап тастайық. Содан кейін үй тапсырмаларын берейік. Содан кейін демаласыңдар. Жарайды ма? Пенде ғой. F, G, H-ты да қосып берейін. Все. Осы үш есепті қазір маған шығарып жібересіңдер.
Қалай шығып жатыр ма? болайын деп қалғандар бар ма? Азыркы соңғы эсеп ағай калды. Жақсы, жақсы. ағай жазуға возможность жоқ, этот ойымда шығарып жауабын жазып жіберсем бола ма? Неге жазуға возможность жоқ? Сондай болып тұр просто жағдай. Ручка өтіп қалыпты емес әйтеуір. Жоқ. Солай болып тұр ағай. Хорошо, сонда пробный сабақ қой бәрібір, иә? Мгм. Бірақ ана міндетті түрде жазып отыру керек, ол пробный болсын болмасын өзіңе керек зат қой. Я и жұмысын обязательно жазып жіберем. Жақсы. Болғандар бар ма? Ағай жазуын жаздым, тез жаздым. Мгм. Сабақ оффлайн болғанда өте қызық болатын еді негізі. Өте дайындалмағаннан мүлдем жеңіл болар еді. Бірақ енді оқимын деген адам оқиды все-таки. Онлайн болсын, оффлайн болсын, ол нәтиже шығаруға болады. Маған жібердіңдер Ағай, дедің, а? сұрақ болып тұр. Астықта Иә. менде что-то қалдық пен шығып тұр. Қайсысы? Астықта соңғы есепте. Соңғысына ма, еш па? 25 Былай да қаздан былай да шығардым. Қалдық пен шығып тұр екі көрейік немемен де, қазір. тәттімен. 25 қаздан 800 грамм, иә? Мгм. 3500 грамм алу үшін қанша қаз керек дейді. Енді түсінікті, былай көбейетіні, иә? Қаздың саны да килограмм да көбейіп тұр. Демек бұл тура, иә? Мгм. X тең болады 25 пен нені көбейтем? 3500-ді көбейтем және 800-ге бөлемін. Мына 2 нөл мен мына 2 нөлді қысқартпас есепсақ болады. 25 пен 35-ті көбейтсек бізде қанша шықты? 875. 875. 875 па? 8-ге бөлінеді ғой, Иә. ол ондық бөлшек түрінде шығады ғой. 9 875 не 8-ге бөлсек, Жүз үлкен тоғыз сан шығып бүтін кетеді екен, үлкен сан шығып кетеді екен, иә? Жарайды, ештеңе етпейді Иә, ол. соны түсінбей отырмыз. Егер де жай бөлшек түрінде жазғың келсе, ол 875-ті ерінбей бөл кәдімгідей 8-ге бүйтіп қолмен. 8-ге бөліп таста. Мына жерден беремін менде, түсінікті? 1-ден, иә? Бірден Аздан береміз. 0 қалады. 7 түседі. Жете ма? Жетпейді, иә? Сондықтан 5-ті түсірем және 1 0 қосылады. 75-тің ішінде бізде 9 рет бар, дұрыс қой? 9. Аха. 72 болады да, қанша қалып қалады? 3 қалып қалады. 3. Егер де жай бөлшек түрінде жазғың келсе, оның ішінде 109 бүтін бар. Демек бүйтіп жазамын, 109 9 бүтін бүтін 8-ден 8-ден неше? 3 па? 3 Иә, бола 3. салады ғой, болды, өсіп жазсаң да болады. Аха, все, түсіндік. Осылай жазуға болады. Қазақ сізге жіберем. Бірақ енді 3-ті бөле аласыңдар 8-ге, ерінбей бөлсеңдер. Жібердім ағай. Алмат жіберді, иә? Так, F. Зеро қадам жасау керек. Тура. Дұрыс, екеуі де дұрыс. Үшеуі де дұрыс. Жарайсың, Алмат. Алмат қой, иә? Жіберген. Жақсы. 0253 бізде Арнұр ма? Аха. Арнұр молодец. F дұрыс.
G 5100 дұрыс. 109,83. Жақсы. Өте жақсы. Әсел жіберді ау деймін, иә? Иә. Жақсы. Жақсы. F ше. H деген бұл. Мына жерден жазып аласың ба оны? Ал. Иә. Сосын. 46-45 кім ол? Ал. Ердәулет па? 46-45 деген кім ол деймін. Ердәулет екен. Ердәулет, сенде бәрі дұрыс, жақсы. Жақсы. Мен. Бұл есептердің жауабы ең бірінші болып дана жүйрік болған екен негізі. Бірақ жазусыз. Жазусыз деп тұр ғой бұл кісі. Дұрыс па? Так. Қалай болар, сабақ түсінікті болды ма? иә ағай түсінікті. Бұл пропорцияның Иә. екі түрін шатастырып алмау керек. Бүгін енді араластырып мен міндетті түрде есептер беретін боламын. Үй тапсырмалары көбірек беремін. Бұны сенбі күнгі сабаққа дейін жібересіңдер. Сенбі күні бізде математика болады. Сол математикада талдайтын боламыз. Тағы да егер де мектеп программасынан сұрақтарың болса, алдын ала жазып қойыңдар. Алғашқы бір 10 минутты соған арнасақ болады. Келістік пе? Жақсы ағай. Сабақ аяқталды, сау болыңдар. Келесі кездескенше. Сау болыңыз. Өте. Сау болыңыз. Сау болыңыз.